Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз сфера, шар және олардың элементтері, сфера бетінің ауданы және сфераға жүргізілген жанама жазықтық. Сфера дегеніміз бұл бізде кеңістікте берілген бір нүктеден бірдей қашықтықта орналасқан нүктелердің жиыны болып табылады. Берілген нүкте сфераның центрі болып табылады. Мына жерде бізде сфераның центрі ретінде А нүктесі берілген. Шар дегеніміз не? Шар дегеніміз бұл бізде сферамен шектелген кеңістіктің бөлігі болып табылады. Басқаша айтқанда, шар сфераның ішкі аймағында бірге алынған дене болып табылады. Яғни сфера бұл бізде доп болып табылатын болса, яғни доптың ішіне бізде ауа бар, ол бос болады, ал шардың іші бізде бос болмайды. Шар ретінде біз сіздермен бірге қарбызды қарастыра аламыз. Неге? Себебі қарбыздың ортасы бізде бос емес. Сфера мен шардың элементтері. Сфераның центрі сфераның барлық нүктелерін бірдей қашықтықта орналасқан нүктесі болып табылады. Мысалға бізде мына жерде ол бізде О нүктесі болып табылады. Радиус сфераның центрін оның кез келген нүктесімен қосатын кесінді. Мысалға бізде мына жерде О бұл бізде радиус болып табылады. Диаметр дегеніміз ол бізде центрі арқылы өтетін және сфераның екі нүктесін қосатын кесінді. Бұл жерде диаметр ретінде біз АА кесіндісін қарастыра аламыз. Қорда дегеніміз ол сфераның екі нүктесін қосатын кесінді. Сфераның қимасы дегеніміз ол бізде жазықтықпен қиғанда пайда болатын шеңбер не болмаса дөңгелек болып табылады. Сфера бетінің ауданының формуласы ол бізде S тең 4πr квадратқа тең. Сфераға жанама жазықтық. Сферамен тек бір ғана ортақ нүктесі бар жазықтық. Ол бізде ортақ нүкте, ол жанасу нүктесі болады. Яғни жазықтық пен сфераның екеуінің ортақ нүктесі мына жерде бізде О нүктесі, және бұл бізде жанасу нүктесі болып тұр. Сфераның жанасу нүктесінен жүргізілген радиус жанама жазықтыққа перпендикуляр болады. Яғни мына жерде бізде О дейтін болсақ, ол мына жерде тұрған О нүктесі арқылы өтетін жазықтыққа перпендикуляр болып тұр. Градус жасайды. Енді тақырып бойынша есеп шығарайық. Шардың радиусы R. Радиустың ұшы арқылы онымен 60 градус бұрыш жасайтын жазықтық жүргізілген. Қиманың ауданын табыңыз. Мына жерде бізде сфера берілген және OH нүктесі ол бізде 60 градусқа тең. Яғни мына жерде тұрған А нүктесі ол бізде жазықтық арқылы пайда болған. Бізде осы жердегі H нүктесі арқылы өткізілген сфераның қимасының ауданын табу керек. Енді есептің берілген жазайық. Берілгені R. Алфа бұрышы бізде 60 градусқа тең. Табу керек S қиманың ауданы. Мына жерде біз сіздермен бірге тікбұрышты үшбұрыштың қасиеттерін қолданамыз. Бұны тікбұрышты үшбұрыштың қасиетін қолдану арқылы мен OH бұл менде OA көбейтілген минус 60 градусқа тең болады. Мұнда R көбейтілген тікбұрышты 3 бөлінген 2-ге. Мына жерде байқасаңыздар, бізде тікбұрышты үшбұрыш берілген және мен OH-ты тауып алдым. Енді маған табу керек R-ді. R-ді табу үшін мен R квадрат тікбұрышты үшбұрыштың қасиеттерін қолданамын. Сонда R квадрат азайтылған OH-тың квадраты, яғни тікбұрышты 3-тен 2 R-дің квадраты. Сонда R квадрат тең болады R квадрат азайтылған 4-тен 3 R квадрат. Ол менде 4-тен 1 R квадратқа. R-дің өзі екі жақта да түбірдің астына алатын болсақ, 2-ден 1 R-ға. Енді менен сұрап жатыр қиманың ауданы. Қиманың ауданы ол бізде шеңбер болады. Мына жерде тұрған қима бізде шеңбер болғандықтан S тең болады R квадратқа.
r менде 2-ден 1-ге тең болғандықтан, сонда 2-ден 1 r-дің квадраты көбейтілген b, ол бізде 4-ден 1 br квадратқа тең. Екінші іздеп, шардың бетіне 3 нүкте берілген, олардың арасында тік сызықты қашықтықтар 6, 8, 10. Шардың радиусы 13-ге тең. Осы 3 нүкте арқылы өтетін жазықтан шардың центріне дейін қашықтықты табыңыз. Енді есептің берілгенін жазайық. Берілгені бұл бізде шардың бетіне 3 нүктеде жатыр, яғни 6, 8, 10 болғанда, бұл жерде бізде 3 бір 3. Бұнда мен АБ тең 6, Б тең 8, А тең 10 деп аламын. Ал шардың радиусы менде 13-ге тең. Маған табу керек таны. Енді мына жақта бізде 6, 8, 10 деп тұр, яғни бұл бізде 6, 8, 10 деген ол бізде тамаша сандар болып табылғандықтан, бұл бізде тікбұрышты үшбұрыш болып табылады. Сонда мен білемін, шеңберге іште сызылған тікбұрышты үшбұрыштың радиусы r тең болады с бөлінген 2. Яғни мына жерде тұрған менің кішкентай r-ім не болмаса, ол менде 10 бөлінген 2 тең болады 5. Енді маған табу керек таны, бізде мына жерде жазық пен қосу арқылы тікбұрышты үшбұрыш пайда болған, сонда d тең болады. Менде түбірдің асты 13-дің квадраты азайтылған 5-дің квадраты. Түбір асты 169 азайтылған 25. D тең болады түбір асты 144. 12-ге тең. Түбірдің астына шықса, бұл бізде 12-ге тең болады. Келесі есе сфераның центрінен қашықтығы 8-ге тең, жазық пен сфераның қиылысу сызығының ұзындығы 12 пиға тең. Сфераның бетін ауданы табыңыз. Есептің берілгенін жазайық. Берілгені бойынша d тең 8-ге тең, l тең менде 12 пиға. Табу керек сфераның бетін ауданы. Біз білеміз, шеңбердің ұзындығы l тең 2 πr-ға тең. Сонда 2 πr тең болады 12 пиға. Мына жерде тұрған пилар жойылады, және 12 мен 2 қысқандықтан r тең менде 6-ға тең. Енді менен сұрап жатыр, сфераның бетінің ауданын табыңыз. Оны табу үшін мен ең алдымен радиусын табамын. Сонда радиус тең болады, мына жерде тұрған 6-ны тауып қойдым. Қашықтық бұл өзі бізде берілген. Тағы да біз тікбұрышты үшбұрыштың қасиеттерін қолданамыз. Яғни OH-тың квадраты қосылған OA-ның квадраты. Және оның бәрін түбірдің астына аламын. Сонда 6-ның квадраты қосылған 8-дің квадраты түбір асты 100-ге тең. Түбір асты 100-ден менде 10 шығады. Ал сфераның толық бетінің ауданы ол бізде S тең болады 4 πr квадрат. Сонда 4 көбейтілген 10-ның квадраты көбейтілген π, ол менде 400 пиға тең. Сонымен сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.